сол жөнінде шындықты айтыңдар сендер, ана басшыға. Міне халықтың ниеті қандай болса, Алла тағала сондай патша береді адамға. Қазіргі балдардың бәрін қарап отырсаң, жас балдардың өзі сауап үшін еңбек етеді да. Bir ақсақалымыздың айтқан сөзі бар. Ақсақалымыздың айтқан сөзі. Сауап үшін бірдеңе жасайтын болсам, мені күнәға батыр дейді. Жұмаққа барам деп бірдеңе жасайтын болсаң, мен тозаққа жібер дейді. Бесіктен бел шықпаған балаға сендер тозақ пен жұмақты үйретіп жатсыңдар қазір. Сауап пен күнәні үйретіп жатсыңдар. Ей, одан да алғыс ал, қарғыс алма. Алғыс алған бала халықтың қошеметіне бөленген балаға Алла разы болады деген сөз қайда? Қазақи сөздер қайда? Ашық қалсаң сол, ашық қалсаң сол. Тек сауап жинаңдар, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Шығыңдар еберге. Жоғарғы айтыңдар билікке. Қазір сол үкіметті халық бағып отыр, керек болатын болса. Үкіметті халық бағып отыр. Құрттайда бір ештерің бар ғой, сондай заттарды жібермей өшіріп тастауларыңа болады ғой. Бірден анау оны өлімді ойлатқанша балдарға болашақты ойлатып өсіру керек. Баяғыда мені немен бағасын дейді әке шешеміз, құттай күніміз. Сармаймен бағамыз дейді. Міне мәселе қайда жатыр. Олар сонда қартаятынын біліп отыр. Мен Алла ғұмыр берсе қартаям. Сонда мені тастап кетпей, мені арулап көметін балам мен иманды келінім болса екен деп қызды жатқа тәрбиелейді дейді. Екі күннің бірінде ажырасып отыр ғой. Екі күннің бірінде талақ деп неше түрлі қатын алып отыр осы діндарлардың көбі. Сол анау сол екі араны салыстырыңдар енді мына имамдар. Қайсысы сауап, қайсысы күнә екенін. Сендер ақиқатты айта алмайсыңдар. Ақиқатты. Билікке қарай жағынып, халықты улап, халықтың миын айналдырып, өз еш танып жүрген қасқыр қазақ бәріне сенгішті. Құрттай балдарға сеніп қалды қазір. Олар болашақты ойлап отқан жоқ, тозақ пен жұмақты ойлап жүр қазір. Кімнің қашан кететіні белгісіз. Түгел сояққа барады бәрі де. Сол кезде Алла тағала өзінің жақсылығы мен жамандығын таразыға салады. Намаз оқымағанның бәрі тозақта жатыр деп есептейсіңдер ме? Күнде Құран бағыштап жатыр біздер. Не үшін бағыштайсың? Біліп істеген, білмей істеген күнәсін кешіре көр.